Облыс әкімі Ерік Сұлтанов азаматтарды қабылдады. Бұл жолы өңір басшысына мәселелері мен өтініштерін алып 5 тұрғын келді. Әрқайсының өтінішімен жете танысқан облыс әкімі бәріне тұшымды жауап берді. Ислам Омаров зейнеткер, қазіргі кезде 4 түлікті өсіріп шаруашылықпен айналысады, бірақ мал басын көбейту үшін, әсіресе асыл тұқымды ірі қараны алу үшін ол несие ала алмай жүр екен. Бар мәселені кепілдікке қоятын жердің жоқтығында, дейді. Облыс әкімінен бос жатқан 200 гектар жерді өз атына түсіруге көмектесуін сұрады. Для полноценного корма пашни в количестве 300 гектар. Тогда есть возможность и получить под залог, заложить пашню, получить кредит и закупить племенной высокопродуктивный скот. В середине следующей недели съезди в акимат Бекшенова. Бекшенов к этому времени должен определиться вместе с инспекцией. И доложите мне. Господин Умаров сам даст заявление, если земля есть там. И земельная инспекция приедет, давайте по процедурам мне в начале следующей недели доложите, какая ситуация. Өңір жетекшінің қабылдауына келгендердің бірі Анатолий Подкорытов ол ұсыныспен келіпті. Яғни аулалардағы жөнделіп болған жолдарды қабылдауға жеке пәтер иелері кооперативінің төрағалары да қатысса, дейді. Что касается, приемки дорог председателями, кооперативов, я вас поддерживаю. Они будут подписывать. Следующий год я поручаю прямо Галеев. Каждый участок дороги, который вы сделаете, должен принимать председатель. Другой никто не должен принимать. Облыс әкімінің қабылдауына келген Руслан Әбдіғалиев жаңа технологияларды шығару үшін көмек қолын созуды сұрады. Ол мүгедектерге арналған арба, қар тазалайтын және мақта жинайтын жабдықтарды жасап шығаруды жоспарлап жүр. Бірақ оны іске асыруға қаражат пен өндіріс орны керек. Облыс әкімі бұл мәселені алдағы уақытта қарастырып бір жақты қылатынын айтты. Жалпы осы жолғы облыс әкімінің қабылдауына 5 адам жазылыпты. Олардың барлығы да өз өтініш сауалдарына тұшымды жауап ала алды. Гүлнар Сайлауқызы, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.